Бақытты екеніңді ешкімге айтпа. Себебі қызғаныш пен көре алмаушылық тудыруы мүмкін. Адамдардың бәрі бірдей сіздің қуанышыңызды шын жүректен бөлісе алмайды. Кейбіреулері көре алмай, сізге кері әсер еткісі келуі мүмкін. Қазақта қызғаныштан от шығады деген сөз бар. Ол қызғаныштың адамға зиян тигізуі мүмкін екенін ескертеді. Өз бақытын өзгелерге көп жариялаған адам олардың қызғанышын немесе теріс энергиясын тартып, соның салдарынан өз бақытының бұзылуына себеп болуы мүмкін. Егер бақытты көпке жария етсеңіз, оны сақтап қалу қиындауы мүмкін. Тым көп адамның назары бақытты бұзып, оны жоғалтуға әкелуі мүмкін. Бақыт тыныштықты жақсы көреді. Сыртқа жария ету оны тек сыртқы факторға тәуелді етіп қоюы мүмкін. Бақыт адамның жүрегінде болуы тиіс. Ол басқалардың мақұлдауына мұқтаж емес. Ішкі тыныштық шынайы бақыттың кілті. Өз қуанышыңызды жария етпей, қарапайым өмір сүрсеңіз, бақыттың тұрақтылығын сақтауға мүмкіндігіңіз жоғары болады. Бақытты адам өмірдің қымбаттылығын біледі. Бақыт нәзік және өтпелі сезім. Сіздің бақытты екеніңізді білген адамдар кейде саналы немесе бейсаналы түрде сізге кедергі жасауға тырысады. Бақыт үнсіздікті сүйеді. Көңілге терең қуаныштың керегі де сол. Оны өзіңмен ғана бөліс. Көпшілікке жария етілген қуаныш өзінің маңыздылығын жоғалтады. Адам өзінің бақытын жария еткенде, оны жоғалту қаупі бар. Тыныштықта өмір сүр, сонда бақыт өздігінен келеді. Өзіне риза адам ғана шын бақытты. Ал бақытты сақтап қалу үшін ол туралы үндемеу қажет. Нағыз бақыт өз жүрегінің қанағатында. Оны басқаларға көрсету шарт емес. Бақытты өмір сүру үшін артық даңқ, артық жариялықтың қажеті жоқ. Тек өз ішкі тыныштығыңды табу маңызды. Өз бақытыңды жасыр. Себебі оны көпшілікке жария ету, оны құнсыздандырумен тең. Бақытты болғың келсе, тыныш өмір сүр. Бақыттың жарығы сырт көзден көлеңкеде болуы керек. Бақытты сезінген сәтте оның мәңгі болатынына үміттенбе. Және оны жария етпе. Тек рахаттанып сезін. Бақыт үнсіз болғанда ғана шынайы.